Сандуғаш! Қош келдіңіз, Сандуғаш, келіңіз, жаныма жайғасыңыз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жаңа жылдарыңызбен барлықтарыңызды. Иә, сізде жаңа Осы ханым, қош келдіңіздер. Жаңа қатысушылар, жаңа қадамдарыңыз құтты болсын. Қалайсыздар? Енді таныса жатарсыздар, алдағы уақытта міндетті түрде танысасыздар. Сандуғаш, демалыс қалай болды? Өте керемет, өте күшті, жақсы демалып қайттым, ауылға барып қайттым. Демалыс бәріне жақсы ғой негізі. Иә, демалыс жақсы болды, демалып қалған шығарсыз біраз эфирден. Ал талап өзгерген жоқ па? Талап сол баяғыдай, қарапайым біз. Аса қыздар сияқты миллион сұрамаймыз. Сол ең бастысы бойдақ үйленбеген жігіт болса, ата-анасын сыйлайтын, сондай тәрбие көрген, өзім сияқты әдемі жігіт болса. Ал сіз осы алғаш келгеніңізде сіздің талабыңыз қандай болып еді? Содан кейін бір өзгерген дүние бар ма? Жоқ, тура сол қалпы қалды. Жасы сол 25 жастан бастап 30 жасқа дейін болса болады. Ең бастысы талап сол ажыраспаған, үйленбеген, баласы жоқ болса болды. Талаптарыңыз бұрынғыдай, және сұрақ қойғысы келіп отырған қыздар жігіттер бар еді. Бинұр. Сәлеметсіз бе, Сандуғаш, қош келдіңіз. Қош келдік. Көргеніме қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Тілектеспін. Тілек айтуым. Бұл тілек болды, иә? Тілек. Жақсы, Зарина. Рахмет, саған да бар. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Егер де сізден кішкентай жігіт ер азамат келетін болса, сіз қалай қарайсыз? Қазіргі заманда ол нормально деп ойлаймын. Қазір жігіттер үлкен көрінеді ма, сондай болып кетті да? Мысалға 20 жастағы бала келсе. Егер оның ой өрісі 30 жастағы бала сияқты болса, неге көрмеске? Сонда сіз өзіңіздің талаптарыңыздан қарсы шығасыз ба? Талаптар бізден тек қана әрекет, Алладан берекет дей ма? Сондай сияқты. Мысалы, біздің қалауымыз бола бермейді ғой өмірде. Алланың қалағаны болады. Егер жақсы көріп тұрсаңыз, талаптарыңызға қарсы шығуға дайынсыз. Әрине, көз жұмамыз.